Жұмыспен қамтудың жол картасы мемлекеттік бағдарламасы Шығыс Қазақстанда дағдарысқа қарсы сәтте жүзеге асырылған маңызды іс-шаралардың бірі болып табылады. Карантиндік шаралардың енгізілуіне байланысты биыл еңбек нарығында еңбекке қабілетті халықтың, әсіресе жастардың артықшылығы байқалды. Бұл ретте халықты жұмыспен және тұрақты жалақымен қамтамасыз ету үшін Қазақстанда жұмыспен қамтудың жол картасы бағдарламасы жүзеге асырыла бастады. Орталық коммуникациялар қызметінде өткен баспасөз конференциясы барысында Шығыс Қазақстан облысының әкімі Даниал Ахметов өмірде жұмыспен қамту жол картасы бойынша 77,4 миллиард теңгенің 819 әлеуметтік және инфрақұрылымдық жобасы әзірленіп, 21 мың жұмыс орны ашылғанын атап өтті. 479 әлеуметтік нысанға жөндеу жұмыстары жүргізілді. Атап айтқанда, 266 жоба білім беру, 30 денсаулық сақтау, 76 мәдениет, 43 спорт, 66 әлеуметтік жоба қамтамасыз ету саласы бойынша, 87 шақырым су құбыры желісі, 238 шақырым жол мен көше жөнделді, 79 аула абаттандырылды деп атап өтті аймақ басшысы. Семейде перинаталдық орталықта Аягөз, Глубокое, Жарма және Ұлан аудандарындағы аудандық ауруханаларда күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілді. Қазіргі уақытта Шемонайха қаласында дене шынықтыру сауықтыру кешенінің, Семейдегі онкологиялық диспансердің радиологиялық орталығының, сондай-ақ 2 пәтерлі 37 үйдің құрылысы аяқталуда. Өскемен қаласы мен Үржар ауданының әуежайларын қайта жаңарту, онкология және хирургия орталығының операциялық блогын жаңғырту, Семей мен облыс орталығындағы тұрғын үй құрылыс аудандарында инженерлік инфрақұрылымның 3 объектісінің құрылысы басталды. Аталған ауқымды жұмыстар келесі жылы аяқталады деп күтілуде.